Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Германиялық Adidas компаниясы заманауи футболдың үлкен демеушісі екені барлығымызға да бұрыннан мәлім. Неміс бренді әлем чемпионаттарына топ шығарып, көптеген ірі топ клубтар мен жеке футболшылардың экипировкасының басты фирмасы. Бүгінгі бейнероликте Adidas компаниясының бутсасын киетін және де жалпы осы брендпен серіктестіктегі футболшылардың символикалық құрамын ұсынбақ. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Құраманың схемасын күрделендірмей, қарапайым 4-3 мәнерінде орналастыруды шешті. Қақпашының позициясын әрине Марк-Андре Тер Штеген алады. 27 жастағы неміс қақпашысы өзінің отандық өнімін таңдап, Adidas компаниясының бутсаларын киеді. Қорғаушылар төрттігіне келсек, сол қапталға бразилиялық футболшы Марсело жайғасады. Жалпы Марселоның Instagram желісіндегі тіркелуші аудиториясы бүгінгі күні Реал үшін әрине Роналдудан кейінгі рекордты 44 миллионды құрайды. Яғни қазір Реалда тек Хаместе ғана 1 миллионға ғана артық. Adidas бұны өте жақсы пайдаланып, Марселоның аккаунты арқылы фирманың маркетингін дамытады. Орталық қорғаушылар дуэті Маттейс де Лигт және Матс Хумельс. Голландиялық футболшы өткен жылы кенеттен жарқ ете қалған жұлдыздардың бірі. Nike және Adidas арасындағы таңдауда Маттейс екіншісінің ұсынысын қабылдады. Ал Хумельс болса әр неміс патриоты сияқты отандық фирманың дамуына үлес қосуда. Оң қаптал қорғанысына Альваро Дриасуола жайғасады. 24 жастағы қорғаушы Карвахальмен негізгі құрам үшін бәсекелестіктен әзірге жеңіліп жүрсе де, испандық футболшы өте талантты перспективті ойыншыларға жатады. Сол себепті де Adidas ертерек қамданып қойған болар. Жартылай қорғаушылар үштігін Поль Погба, N'Golo Канте және Тони Кросс құрайды. Погба өте санқой футболшы болғандықтан Adidas сияқты компания оған ұсыныс тастамауы мүмкін емес. Француздық футболшы жыл сайын өзінің бутсаларының жаңа сериясының жарнамаларына түседі. Канте жарнамаға өте сирек түссе де, Челсидің әр ойынында өзінің ерекше дизайндағы бутсаларымен қарсылас команда шабуылдарын тоқтатады. Тони Кросс болса, 6 жыл бойы бір бутсаның үлгісін өзгертпей келеді. Компания өндірушілері бірнеше рет басқа үлгілерін ұсынғанымен, Тони тіпті киіп көруден үзілді-кесілді бас тартты. Бұны футболшы сүйіктісін соңғы үлгідегі бутсалармен емес, жай ғана өзіне өте ыңғайлы бутсалармен жасауды жөн санайтындығымен түсіндірді. Иә, немістер өте тұрақты келеді. Шабуылшылар триосын Мохамед Салах, Карим Бензема және әрине Лионель Месси құрайды. Салах сияқты футболшымен келісімшартқа отырған Adidas компаниясының бағы бар. Мухаммед таяу шығыстағы халық үшін нағыз қаһарман. Сондықтан оның киген киімдермен таңдаған фирмалары әрдайым даму үдерісінде болатыны белгілі. Бензема Nike пен Adidas арасындағы таңдауда өзінің шешімін неміс брендінің пайдасына қабылдады. Ал Лео Мессиді футболдағы Adidas'тың басты бейнесі десек артық айтпаймыз. Adidas'тың ешқандай жарнамасы Мессидің қатысуынсыз өтпейді. Nike'ты таңдаған Криш екеуі тіпті бұл жерде де мәңгі бәсекелестікте. Ал сіз қай компанияның бутсаларын таңдайсыз? Комментарийге жазып, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бейнероликке 2500 лайк жиналған соң Nike компаниясының символикалық құрамын дереу шығаратын боламыз. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.